Иә достар, айтып ауыз жинап болған жоқпыз. Перизат пен Ғалымжанның таныстығы тоқтап қалды. Қызық. Бір күн жақсы көреді, бір күн тоқтайды. Біресе көл, біресе шөл деген осындай шығар. Күні кеше ғана Ғалымжан мен Перизат таныстықтары тоқтап қалды. Енді көрермендер де, қатысушылар да өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Сол пікірлердің арасында кімнің Жанерке деген қатысушы мынандай бір пікір айтты. Перизатқа Ғалымжан да, Нұрсұлтан да керек емес. Өйткені ол Ғалымжаннан жиіркенеді, ал Нұрсұлтанды жаңағы түсірді деді. Өздеріңіз естіген шығарсыздар, енді айтпай ақ қояйын, оның айтқан сөздерін жігіт ретінде, жігіттің намысын түсіретін сөздер айтқан көрінеді Перизат. Енді Перизат ол сөздерді шынымен айтса, Нұрсұлтан туралы, ол енді дұрыс емес екен, ондай сөздеріңіз айтып керек емес, өте ұят болған екен. Бұл жерде таныстықтың тоқтауы сол еді. Енді қосылайық жобасы ма, ұжымы ма, әлде Ғалымжанға қолдары жетпеген қыздардың қалай айтсақ екен, несі, өші дейді ғой. Өш алып жатыр біздің Ғалымжаннан. Ғалымжан жалпы қатысушы ретінде өзін жақсы жағынан көрсетті. Көрермендердің де көзі қазір қырағы, кім қандай екенін жақсы біледі, бірден таниды. Ер жігіт ретінде, жалпы қатысушы ретінде, тұлға ретінде жақсы адам, жақсы кәдімгідей адам екені көрініп тұр. Сонымен сол Ғалымжанды енді барлықтары жан-жақтан ол анандай, ол мындай, тіпті оған қатысы жоқ айдаладағы бір баяғыда бір келіп кеткен үміткер қыз келді кеше, ойбай құпия бір адам келеді солай деп керемет қылып осы күткізіп әйтеуір бір қыз шықты. Ақеркемет, Атакемет сол Ғалымжан туралы өзінің бір ақпаратын айтты. Дәлелсіз, дәлелі болса бір сәрі, дәлелі жоқ. Сонымен Ғалымжанды бұлар қатысушы болып, жобадан шығарғысы келіп тұр ма әлде, көре алмай тұр ма, сондай бірдеңе. Көрермендер жақсы қолдап жатыр. Болашақ қосылай ханзадасы болады дейді. Болсын, өнері жетсе, несі жетсе болсын, әдемі жігіт, бой десе бой, түр десе түр, ақыл десе ақылы бар жалпы. Сонымен екеуінің таныстықтары тоқтағаны сол еді. Осындай бір Ғалымжанның басына жан-жақтан қысым көрсетіп жатыр, жан-жақтан ойбай ол сөйтті, ол бүйтті деп шала жауып жатыр. Бұл туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Жалпы сіз қандай ойдасыз? Ғалымжанды болашақ жобаның ханзадасы ретінде көресіз бе? Ғалымжанға жабылып жатқан жалалар дұрыс па, әлде бұрыс па? Негізі Перизатпен қарым-қатынасты тоқтатқаны туралы өзіңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Не ойлайсыздар? Өскенде Пери сияқты болған. Жанбек у нас самый добрый, да? Нет, я ярый фанат ее. А, кстати, оказывается, вчера спрашивали, кто самая красивая. Ну, типа, 3 девочки. Сказали просто, что это я. Ну, это ж правда. А? Точно? Все знают, что ты мой фанат. Так как вы просите, чтобы я была активна в сторисах, буду все снимать, да? Мы как этот вип-кыргызка, вип-казашка, шуба. Еще бы если Соболь. Да. Шубу дорогую. Или норку, да, хотя бы? Хотя бы, да, норку. Хотим шубу норковую, Соболь. Хоть қымбат болса да. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар ма? Мынау киіміңіз қолдаушылар берген киім ба? Қолдаушылар берген, соны киіп шығайсыздар. Сізге жақсы болды ғой қолдаушылар, Жақсы болды негізі. Жіберіп жатыр. Прям менің вкусымдағы нәрселерді жіберіп жатыр. Өзім ұнайтын нәрселер. Рахмет айтамыз, осындай бір қолдаушыларыңыз барына. Ғалымжан, сізге сұрақ, егер болашақта әйеліңіз бен енеңіздің арасында бір кекіл жын болып, сондай бір мәселе болып жатса, сіз қалай шешесіз? Если әйелдердің өздерінің темасы болса, өзара сөйлесетін, өзара шешетін нәрсе болса, мен желательно араласпаймын. Өйткені әйел адамның өздерін сөйлесіп отырады. Если маған қатысты болса, мен ортаға жинап алып, екі жақтың мәлімесін келедіге шешуге тырысамын. Ғалымжан, ал көшеде біреу келіп тұр да, сізге сұрап тұр. Үлкен гүлмен келіп тұр, және кішкентай гүлмен. Қайсын анаңызға, қайсын әйеліңізге бересіз? Қараймыз ғой, кому как деген сияқты. Үлкен анаға берем, кішкентай әйеліме берем ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі эфирді жіберіп алмадыңыздар. Бүгінгі көптеген қызықтары болатын болады. Ақерке мен Нұржанның танысы қалай болып жатыр? Және де ең бастысы, құпия қонақ кім және де не үшін келді деген сұрақ бар. Бүгінгі эфирді барлығын көре аласыздар. Барлықтарыңызды күтеміз. Перизат, қалыңыз қалай?
саламатсызбы, жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы, бір траурда отқан әйел ұқсап отырсыз ғой. Неге? Білмеймін. Жоқ, бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Иә. Көңіл күйіңіз? Жақсы. Бүгінгі образыңыз ерекше екен, е? Вау. Біреулердің жынына тигіңіз келіп жүрген сияқты. Кіммен? Ау? Кімден? Білмеймін, Ғалымжанның да, басқасының да. Қараңдар, мен осындай әдемімін деп. Бірақ онсыз да біледі ғой бәрі әдемі екеніңізді. Қорқып қалдым ғой, әдемімін деп айтқандан да. Бәрі мені жаман көреді. Перизат, сіз болашақта енеңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешетін едіңіз? Кімменен? Енеңіз, күйеуіңіздің анасы. Мен еркелеп алдап қоямын любой адамды. Я очень добрая. Қалайсыз Айдана? Жақсы, шүкір, өзіңіз. Жақсы. Айдана, сізде болашақта енді ситуативный сұрақ, енеңізбен бір проблема болып жатса, қалай шешесіз? Проблема ма? Сөзбен шешіледі ғой. Әңгімелесу арқылы, сөйлесу арқылы. Ал оны күйеуіңіз мысалы араласып кетсе, немесе араласқан қалайтын ба едіңіз? Күйеуім ба? Араласып екі жаққа да түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Араласқан дұрыс. Мамасына мысалы айтыпты, менің ситуациямда маған келіп, мамасының ситуациясы жағынан, сол көзқарас жағынан айтқанын. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Шерхан, сізге сұрақ. Егер болашақта әйеліңіз бен анаңыздың арасында бір келіспеушіліктер болса, сіз араласасыз ба ондай жағдайда? Қалай шешетін едіңіз? Араласу керек қой, бәрібір араласасың ғой. Қарап тұрсыңдар деп қарап тұрмайсың ғой. Желательно негізі ол мәселені сабырмен шешу керек. Себебі әйел адамдардың ұрысы жаман болады. Қай жақты көбірек қолдайтын едіңіз? Қолдау керек емес. Екеуіне де бірдей айту керек. Желательно. Потому что сенің анаң ол орында болмаса да, әйелің ол сен өмір бойы жанында жүретін серігің. Екеуін бөліп жарудың қажеті жоқ. Сол екеуімен бірдей сөйлесетін едіңіз, иә? Айжан, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз менің? Жақсы. Айжан, сіз болашақта енеңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешетін едіңіз? Бір ұрыс боламыз деп ойлаймын бәрібірде. Сосын? Саламыз, сосын шай ішеміз артынан. Күшті болып. Сіз солай шешесіз? Солай ішемін. Ал күйеуіңіз араласып жатса, күйеуіңіз сізге қарсы шықса, не үшін мен анаммен ұрсасың дегенсіз? Қыздардың арасына кіріспей ақ қой, өзіміз шешіп аламыз. Оның да көңілін табуға тырысамын әрине. Өзіміз шешіп алдық деп енді басам, екі жақта да. Ондай бір-біріне қарсы қою, ондай жоқ. Бірақ үндемей қалмайсыз? Үндемей қалмайын, бір ұрыс боламыз, сосын артынан самаурмен шай ішеміз деп ойлаймын. Лаура, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Лаура, сіз болашақта енеңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешетін едіңіз? Отырып сөйлесіп, сөйтіп шешемін. Ал күйеуіңіз араласып жатса, Күйеуімді араластырмайтын. Ондай нәрсеге менің ойымша, екі адам, өзі ересек адамдар отырып сөйлесіп шешу керек, күйеуімді мүлдем араластырмайтын ол нәрсеге. Егер күйеуімнің қатысы бар нәрсе болса, онда ол кісіні де қасымызға алып алып ішеміз, сөйлесеміз. Ал ренжіп болды кетем деген бір мінез көрсетеді? Жоқ, негізі бірінші шешуге тырысып көру керек любой проблеманы. Содан кейін может кетуге болады шығар. Шешілмей жатса мүмкін. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Әдемі болып тұрсыз. Гаухар ханым, сіз болашақта енеңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, енді сіз де үлкен кісісіз, өзіңіз ене болатын жастыққа келіп қалдыңыз. Ол кісі де мінезіңізді көтермей жатса, қалай шешесіз? Егер енді менің болашақ жолдасым менімен жасты болып жатса, значит менің енем где-то 80-90-ға келген кісі болатын шығар. Енді үлкен кісіге не деп айтасың? Барлық айтқанда иә деймін, басқа ештеңе демеймін. Ал сіздің ұлыңыз енді келін алып келсе, келін сізге бір сөз қайтарып сөйлесе, сізбен бір сізді тыңдамаса, оны қалай шешесіз? Онда өзімен және ұлымды отырғызып қойып, екеуін отырғызып қойып, бірге сөйлесемін. Жастар өздері шешсін деген сияқты. Бірге сөйлесу керек, ашық. Шолпан ханым, қалайсыз? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Шолпан ханым, сіз енді мінезіңіз қалыптасқан, сондай бір жас қыз емессіз ғой. Болашақта енеңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешесіз? Енді
енді не болса да ененікі дұрыс деп санаймын. Себебі енді ол адам менің күйеуімнің, болашақ жарымның ең жақын адамы. Сондықтан да ол кісіні кемінде алдап, арбап, жақсылап, не үшін олай ашуланғанын біліп деген сияқты көңіл табуға тырысамын негізі. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Абылайхан, сізде болашақта әйеліңіз анаңызбен ұрсып жатса қалай шешесіз? ойбай ондай енді ұрсады деп ойламаймын енді. Сол үшін жақсы әйел алу керек. Әйеліммен сөйлесем алғашында қалай болу керек. Үйдің енді бізде үйдің аураның өзі негізінде ұрсатындай емес бізде. Сол үшін үйдің аурасы дұрыс болу керек. Ата-ана деген сияқты. Келінде ұрсам деп бармайды ғой негізінде енесімен. Сол үшін енелер де, қайнатасы да негізінде сондай байсалды кісілер болса, ол үйде ұрыс болмайды негізінде. Мен үйде ұрыс болады деп ойламаймын біздің үйде. Бәрі бірақ егер де болып қалып жатқан жағдайда әйелімді алып бір жерге қыдырып келе саламын. Болды, келеміз. Сонымен бәрі шешіледі деп ойлаймын. Тимур, бір ерекше болып тұрсыз ғой? Бүгін костюмшалармен отырмыз. Тимур, сіз болашақта әйеліңізбен анаңызда проблема болып жатса қалай шешесіз? Қиын сұрақ болды ғой. Негізі ондайды кез-келген адам басына тілемейміз. Ондай жағдайлар болмасын. Сол үшін де қыз келіншектерге айтарым, сабырлы болыңыздар, үлкендерді тыңдаңыздар. Енді ондай жағдай менің басымда келесіп қалатын болса, енді анаға да емес, әйелге де емес, просто бөлек шығып кетіп қалатын, келіншегімнің қолынан ұстаймын, сыртқа кетем, сыртқа сөйлесіп, сол нәрсені шешемін. Сізге мысалы көшеде бір екі гүлмен адам келіп тұрса, біреу үлкен гүл, біреу кішкентай гүл, анаңызға немесе әйеліңізге қайсын сыйлайсыз деп сұрап жатса? Үлкен анама, кішкентайын, әрине қасында келіншегіме. Қалайсыздар? Жақсы, қайырлы күн. Мәселенің бәрі шешілді. Қыздың енді бір еркеліктерін көтеріп жатсыз ба? Еркеліктерін көтеріп жатсыз ба? Көтермеске болмай жатыр ғой, көтеріп жүрміз. Ернар, сізге сұрақ. Мысалы көшеде екі гүлмен бір адам келіп тұр. Біреу үлкен гүл, біреу кішкентай гүл. Қайсын анаңызға, қайсын қызыңызға сыйлайсыз? Неге мұндай сұрақ? Айтсаңшы. Екеуін алатын едім да? Екеуін аламын. Екеуін қақ ортаға бөлетін едім. Екеуінде бірдей болады? Иә, сөйтіп береді. Жоқ, екі разный букет, бөлуге невозможно. Анаға бересің, енді үлкен. Үлкен анаңызға. Екі қалған кішкентайын беріп, одан кейін турасына букет әкеп беретін едім. Келісесіз ба? Иә. Өте ақылды кісі ғой, келісемін. Екінші сұрақ. Аделя, екеуіңіз бірге жауап беріңіздер. Мысалы, болашақта бір анаңызбен келіспеушіліктер болып жатса. Сіздің анаңызбен, Ернар, сіздің енеңізбен, получается. Қалай шешесіздер? Бірінші сіз жауап беріңіз. Келіспеушіліктер болып жатса ма? Иә. Енеңізбен, получается, Мен ойлаймын, бірінші отырып, асықпай, барлығын ашық түрде сөйлесу керек. Ол кісінің айта алмағанын мен есту керекпін, менің айта алмағанымды ол кісі есту керек. Мен ойлаймын, екеуміздің арамызға Ернарды араластырып қажет емес секілді. Әйтпесе, одан сайын ушығып кетеді ситуация. Бір-бірімізді түсінгеннен кейін бір мәмілеге келіп, екеумізге де ұнайтын вариантты істеу керекпіз деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс шешім сияқты осы. Дұрыс. Араласпауды жөн көресіз? Иә. Бірақ араласатын да моменттер болады енді. Бірақ ол ушыққан деп ойлаймын уже. Өте күрделі и дұрыстап жауап береді негізі. Айелім, қалайсыз? Жақсы, өзім. Сіз сәл бүйтіп көрініп жүрсеңізші. Қалай жүріңдерші? Білмеймін, көп болды сізді бір көрмегелі, сізбен сөйлеспегелі. Артта жүреді үнемі, өзімен өзі. Өзімен өзім ешкімде шаруам жоқ. Сосын білесіз ба, мысалы сосын мені кінәлайды бәрі. Неге аялымды түсірмейсіздер? Неге ананы түсірмейсіз? Неге мынаны түсірмейсіз? Өйткені бұл кісілер өздерімен өздері тығылып жүреді. Қалайсыз жалпы, көңіл күйіңіз жақсы ма? Бүгін образыңыз күшті болып тұр. Жабықпын, жабық. Соңғы күндері жабық киініп жүрмін. Айелім, сіз енеңізбен бір келіспеушілік ситуациялар болып жатса қалай шешесіз? Отырып сөйлесер едім, ересек адамдар кісі. Ондай болмайды ма? Бір үндемей қалып, жылап өз бетіңізбен бәрібір де жауап беріп сөйлесуге тырысасыз, иә? Кішкене успокоиться етіп, потом енді енен енді мама дейсің ғой, барып сөйлесетін едім.
қалай істейсіз? қалайсыздар? Жақсы? Жақсы ма? Музаңыз қалай? Қандай? Қайсысы деп? Ой, Жақсы, шүкір Алла. Диас, сіз мысалы әйеліңізбен анаңызда келіспеушіліктер болып жатса қалай шешесіз? Мамам мен әйелім жанында ма? Бөлек-бөлек сөйлесем ма? Мамаға айтам, сен дұрыс емессің, әйелге айтам, сен дұрыс емессің. Сосын татуластырасыз. Иә. Демек араласасыз, иә? Енді екеуі шаш қосып кетсе қайтасың. Ұятты. Ал мысалы сізге таңдау беріледі. Көшеде бір үлкен гүл мен кішкентай гүлді алып келеді алдыңызға. Қайсын анаңызға, қайсын әйеліңізге? Жанымда ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Ешкім болмаса енді үлкен гүлді мамаға беремін да, әйеліме тағы үлкен гүл беремін, кішкентай гүлді қызыма беремін. Құтылып кетсем болады. Жанерке, қалайсыз? Жақсы. Жанерке, сізге сұрақ. Егер болашақта енеңізбен бір келіспеушілік ситуациялар болса, қалай шешесіз? Негізі любой нәрсені сөйлесу арқылы шешуге болады. Шыныңды айт, Мама, менің қызыма тиіспеңіздер деп айтып қойсақ күшті болатын еді. Бірақ бүйтіп негізі сөз қайтарып, немесе негізі бізде ондай жоқ. мінез көрсете алатын ба едіңіз? Мінез көрсеткенде қалай? Есе қатты ашуыма тиетіндей нәрсе айтса, онда бәлкім шығып кетуі мүмкін. Бірақ мен андай адамымда, что үлкен кісілермен жақсы сөйлесіп кетемін. Мен көбісі жақсы Тіл табысып кетесіз? Иә. Бұйырса. Бекзат, қалайсыз? Керемет болып тұрмын. Неге дейсіз ғой? Бір оқу орны жұлдызды қонақ қылып шақырған ғой өздеріне. Концерттеріне. Барып әнді айтып, жақсы бір күшті көңіл. Бүгін сол жақта, ертең өзіңіздің кешіңізде. Сіз қатты көтеріліп баратқан сияқтысыз. Араласып қалу керек, е? Бекзат, сізге сұрақ. Көшеде сізге бір кісі келіп, үлкен гүл мен кішкентай гүлді әкеліп тұрса, қайсын анаңызға, қайсын әйеліңізге беретін едіңіз? Әкеліп тұрса дейсіз ба? Иә. Таңдау беріп тұрса сізге. Екеуінде алам да, магазинге барып тағы үлкен гүл алам да, екі үлкенді берем ғой. Қасыңызда әйеліңіз болса ше? Әйелім болса, анам жоқ па бірақ? Анаңыз жоқ. Онда әйеліме берем ғой. Иә, әйеліме берем ғой гүлді, екеуінде берем да, анама отдельно барып, новыйын сатып аламын. Ал болашақта бір келіспеушіліктер болып жатса, ене мен келіннің арасында? Мен араласпаймын. Сіз араласпайсыз? Мен ондайға көп араласа бермеймін негізі. Сен неге былай айтасың оған, сен неге былай айтасың, не жақта жүргім келмейді, короче. Не жақта жүрсем, анамның көңілі, не жақта әйелімнің көңілі деген сияқты ғой. Әйеліңіз ренжіп жатсашы, неге сен ғой менің сөзімді сөйлейтін? Екі әйел өзің шешіп алыңдар деймін, маған мен не қатысым бар. Мен сыртта жүрген адам дейсіз? Мен қатысым жоқ оған. Өздері шешеді. Өзің шешіп алыңдар. Не деген бір принцесса болып отырсыз. Өте нәзік бізде Саида ханым. Сізге сұрақ, егер болашақта енеңізбен бір келіспеушілік ситуациялар болып жатса, қалай шешесіз? Сөйлесуге, ашық сөйлесуге, бар өрметпен, с уважением, құрметпен. өз позициямды түсіндіруге. Негізі ондай ситуациялар болған ба өміріңізде? Болған, е? Қалай шешкенсіз? Сол сөйлесу арқылы ма? Сөйлесу арқылы, иә. Шешілетін ба? Шешілмейді. Шешілмейді. Неге? Себебі там бұрынғы ешкім бір нәрсе ұнамаса сөйлеспей қалады. Просто игнор. И түсінбейсің, не үшін ренжіп қалды, қандай қателік я допустила. И сол маған кішкене қиындау болған. Бірақ мен сұраймын, мама не қалайсыз, мама не істеп берейін, мына шай. Қалайсыздар? Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін менде қызық сұрақ, енді ұлдар қиын болып жатыр жауап беру. Сіздерде енді үйленіп жатсаңыздар, болашақта сіздің анаңызбен Аркенің арасында бір келіспеушіліктер болып қалса, қалай шешесіздер? Екеуіңіз сөйлесеміз, менің анам конфликтке мүлдем келмейді келіндеріммен. Ағам да бар, жеңгем де бар, мен бәрі.
Бұндай ситуация әлі болмаған, ит болмайды деп ойлаймын. Менің анам компьютер. негізі бірақ болып қалса сіз араласасыз ба әлде өздері Болып шешеді қалса деген? міндетті түрде араласуым керек. Екі жақпен өзім бөлек сөйлесіп шешіп беремін деп ойлаймын. Сіз ше қалай ойлайсыз? мен нұржанның айтқанына сенемін. Анасы шынымен де жақсы. Мен негізі үлкен адамдармен жақсы тіл табысамын. Иә, бұл үлкен адамдар жақсы тапсады. Ер азаматым үшін жарайды компромиссқа келемін. Екінші сұрақ Нұржан сізге арналған. Мысалы көшеде бір жігіт немесе бір қыз келіп, қолында бір дәу букет болады и бір кішкентай букет болады. Қайсын анаңызға, қайсын қызыңызға бересіз? Әрине анама үлкенін беремін. Өйткені ол кісі мен өмірге алып келген. Бұл кісіге бақыт табылады беруге. Бірінші Ол жақта не болып үлкенін отыр? анама беремін, одан кейін бұл кісіге де мөлдір өтеміз ғой. Сіз ондай жауап қанағаттандырады ма сізді? Ну, пока что, да. Пока что. Негізі сіздің ойыңызша қандай болу керек? Жоқ, жарайды, бір кішкентай букет пока что пойдет, сосын бала туып бергеннен кейін уже только үлкен принимается. Ну, ба десең.